21 ғасыр қатаң бәсеке ғасыры. Еліміздің білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Қазіргі заман ағымына байланысты білім алушылардың білімге қызығуын арттыру үшін мұғалімдерге жаңа талаптар қойылуда. Жан-жақты ізденістің нәтижесінде білім беру аясында жаңа педагогикалық технологиялардың саны да, сапасы да өсіп келеді. Тарих сабақтарында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жаңа технологияларды ұтымды пайдалану қажет. Әрбір тарих пәні мұғалімінің басты мақсаты мәдениетті түрде білімді, іскер, жеке тұлғаны дамыту, ұлтымыздың рухын көтеру. Осы мақсатқа сай тиімді жол іздеу. Сол себепті сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты ұйымдастыру. Білім алушының қызығуын, білім құмарлығын таныту. Әр сабақта білім алушыларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша жинақтап, баяндай білуге, мәдениетті сөйлеуге үйрету әрбір ұстаздың абыройлы борышы. Қазіргі кездегі оқытушының мақсаты білім мазмұнын игеруге және оны өзінің жеке білімдік капиталына енгізуге арналған ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану болып саналады. Тарихты оқыту өзара байланыста және үнемі қозғалыста болатын құрауыштардың басын біріктіретін өте күрделі үрдіс. Қазір білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың ішінде қажеттілігін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Бүгінгі шәкірт ертеңгі күнгі әртүрлі саланың маман иесі. Мұндай сабақтарда оқушылардың тапсырылған жұмыстарға іскерлігі қалыптасады. Болашақ өмірінде белгілі бір кәсіби мамандықты таңдап алуға септігін тигізеді.